Assalamu alaikum. Урматтуу биздин УСТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 7 февраль 2020 жыл Каракулжа районунун Чалма айылындабыз туугандар. Бул жагы Алайкуу өрөөнүнө кете турган жол экен. Каракулжадан 20-25 километр аралыкта Чалма деген айыл бар экен. Ушул жерден сиздер көрүп турган азыр 2 жылкыны тартып көргөзөбүз. Бирөөсү ушул Карагер, наркынысы Көксулуу деген каймана аттары бар. Ушул 2 жылкы тартууга, сатууга чыгат туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп, бул жылкылардын мүнөздөрүн сиздерге айтып берейин. Мынакей аябай күлүк Көксулуу караңыздар келе атат. Улака өтө жакшы экен, мындай тайгазанга келиши, токтошу кыскасы болот. Азыр көздөмөсүн айтып берейин дагы. Биз менен чогуу болуп, атты баалаңыздар, көрүңүздөр. Баарын сизге тартып көргөзөм туугандар. Биринчи ушул кара. Андыктан биз менен чогуу болуп. Башына келсек жакшы. 3 асырдагы улака 100% гарантиясы бар таамай. Эгерде ким ала турган болсо, любой улака алып барып чабып көрсөңүздөр болот туугандар. Булар негизинен карабайыр жылкылар, өзүңүздөр дагы көрүп турсаңыздар керек. Көкүрөктөрү мындай жоон жолго келген. Бул жылкынын баасы туугандар $4000 деп коюлуптур. Улака таамай жылкы. Азыр 3 килограммдан арпа жеп турат. 3 килограмм, 3 килограмм азыр арпа жейт экен. Жооштугу жакшыбы? Жоош, Жооштугу жоош дейт. Азыр просто оор. Багууга эгерде жакшы киргизген болсо, мына Карагерден жакшы бир чабып көрүп акчасын берсе болот да. Өзү айтып болсо чабып көрүп $4000 ошондо 280 миң сом биздин сом менен чакканда ошондой акча болот экен. Азыр алыс аралыкка дагы бир жүгүртүп көрөлү, кандай кетет экен ордунан кетиши чогуу болуп бул сюжетти деген ушундай эле болсо керек кетиши. Бул жерде дагы шамал токтобогон суук жер экен туугандар, караңыздар ушундай. Чалмадан сиздерден тартып көргөзүп атабыз бул көргөзүүнү. Мынакей Карагер келе атат. Мынакей достор. Мен алдыдан номерлерди коюп көрөм, коюп коем. Ошол номерлер аркылуу атты көрүп кетсеңиздер болот. Же болбосо ээсине чалып, мына жерде улак бар, ошол жерге алып кел деп атты чабып көрүп алсаңыздар дагы болот туугандар. Бул жазга 3 асый азыр. Азыр 2 асый экен да. Мынакей туугандар, азыр 2 асый 5 жаштагы бул жылкы жазга 3 асый 6 жаш болот экен. Кимге кайсы жылкы жакты, өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди комментарийге жазыңыздар. Боюнун бийиктигин айтып өтсөк, 1,60 сантиметр бул жылкы жөн эле чыгат. Өзүңүздөр дагы 5тен өдө чыгат. 1,65тен, 1,65тен 1,70ке жакындайт да. 1,65тен өдө чыгат экен. Азыр Көксулууну дагы тартып көргөзөбүз. Кандай жылкы экен өзүңүздөр дагы баалап, баасын берип, сын жазыңыздар. Таза. Бир тартып койбойлу, Тартып коелу. Мынакей туугандар, метр менен алып сизге тартып көргөзөлү. 1,65 экен, 1,65. Карагер туура чыкты. Андыктан туугандар, кимге жаккан болсо чалыңыздар, биз Көксулууну тартып көргөзүүнү баштайбыз. Мынакей достор, көкүрөгү дагы бир алып коелу. Кандай экен
туғандар, екінші нөмірдегі Көксулу комбинатында жашы бойынша бышты бойы 2 сантиметр биігірек, 6-7 сантиметр тура шығады екен туғандар. Бұл жылқы азыр осындай жаш болғанымен қараңыздар. Улақа 5-5-ке чапса бола тұрған жылқы екен. Азыр кіргендеріндегі тайқазанға жауышқандарын өзіңіздер бұл видеодан көрдіңіздер. Азыр bir sıra жылқыны дағы бұты қолын, көкірек мойнын татып көргізелі дағы туғандар. Андан кейін бағасын айтамыз. Бұты қолын қараңыздар. Тақаға тұрышы қандай бұны? Тақаға жоғыш бұл. Осында екі өтен қол балады тұр ғой? Бұл қанша жашында алынған же келінген? Тайында өзімді әкелерді. Бұл аттың мінездемесі қандай? Қаяқтан келді? Аттың өзі Россиядан келген, Красноярскіден. Красноярский. Атасы да Красноярскіден келген. Атақлы аттың баласы бұл қандай? Россиядан көп жаң алып келген. Орловскийде, атасы да Орловскийде. Орловский екен да? Бұл жылқы туғандар. Бішкекте азыр танка деген өте күшті. Жоғары шығатқан атпенен жарып кірген аттың енесі ошонда бұл үкәсі болып қалады туғандар. Ошол жылқының тұқымынан екен туғандар. Қараңыздар, азыр бұл жылқыны чауып тұрып көргөзөлү қандай кетеді екен, қандай жүрді. Бұлаққа чауылды ма бір-екі жол? Бұлаққа салып Бұлақ жақшы кириши чыгышы жарып чачып шыққан жылқылардан екен. Азыр жүгіртөлі қандай жүгірген жылдамдығын көріңіздер. Алысқа чаптыралыс. Қамшының керегі жоқ бұға? Қамшысы жоқ. Жүгірген бұл жылқының бағасына келіп тоқталсақ, бағасы апрелде 4 жаш болады да. Апрелде жаңасы болады екен да? Мінекей достар, апрелде жаңасы болған. Бирок ошол бағадан аябай жакшы арзандатып берем дейт. Кимге жаккан болсо алдыда ошол номерлер аркылуу чалсаңыздар болот. Мынекей тайгазанга жабышып даже үстүнө дагы чыгып кетти. Эгерде балбан келишкен болсо ошол эки жылкыны тең булактарга, чоң булактарга чапса болот. Кандай деп ойлойсуздар? Комментарийге ой пикириңиздерди жазып совет көрүп кетсеңиздер болот. Карабылжадан 25 километр алыстыкта жайгашкан бул айыл. Андыктан тугандар азыр эки абысыра бири-бирине салып көрөлү кандай экен. Көріңіздер, көк ат өзі қорғанып атады, защита қылып. Өзіңіздерлі байқап атсаңыздар керек. Еме дағы аз көк атты қара атқа ұрғызып көреміз. Ұрушы түзу келекен. Ертеге 8 февраль 2020 жылы шул Маркстың сайында олақ болады екен. Бұл аттар жаққан болса, ошол жерге улаққа барып, өзіңіздер чауап көріп, алсаңыздар дағы болот. Андықтан ушул жылқар кимге жақса, улаққа келіңіздер дағы атты сынап, атты минип, текшеріп алсаңыздар болот балдар. Маркстың сайы ертең Қарабылжада. Мынакей достор, екі атты сіздерге тартып көргөздік. Қарабылжаның Чалмайығынан бүгінгі көргөзүүнү мен Замир сіздерге алып барып бердім. Мустыбы YouTube каналына. Андықтан туғандар саламатта қалыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы. Сак саламатта қалыңыздар.